Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі Audi B4i объем 2, соның вкладыштарды, коренной вкладыштарды қалай салу керек, сол жайында көрсететін боламын сіздерге. Мына жерде мен астыңғы пастельдейді, яғни солар дайындап қойдық. Мыналардың барлықтарында жырығы бар, тесіктері бар, барлығында бірдей болады. Тек мына үште көрсетті, мына жалпақтау, мына коренной вкладыштың үште жалпақтау болады. Қалғандарынікі барлығы бірдей болады. Ал енді оны салған кезде, мысалы мына деген төртінші кореннойдікі, коренной вкладыштың крышкасы. Яғни ода жалғыз осы да мынандай жырығымен түседі. Қалғандарында мынандай жырық болмайды уже. Мынандай 1, 2, 3 оларда мынандай жырық болмайды. Тек қана мына 4-те мынандай жырықпен түседі. Және де бағыты мына 4 деген сан, мысалы мына 4 деген сан маған қарап тұрады. Яғни мына жақтан маховик болса, мына жақтарда шкив. Яғни маған қарап тұрып түседі мынандай бүйтіп. Және де кейбір автокөліктерде болады, басқа да мына Audi ол кейбіреулерінде мына 3-те болады мынандай жырық. 3-те болады. Кесеге мына 3-ке нагрузка көп түседі. Сол себептен кейбіреулерінде мына 3-те болады. Мына көріп тұрғандарыңыздай, және де мына 3-тің коренной крышкасы мына жерде жалпақ болады. Оны шатыстыру мүмкін емес. Өзінің орнына түсе береді. Сіздерге қазір так коленвалды мына жерде мен жаңа майлап уже дайындап қойғам, майын жағып. Мына біздің коленвалымыз жаңа шлифовкадан келіп тұр. Енді осыны жайлап салатын боламыз. Енді мына айшық саламыз. Мына айшық астында 2 айшық болады, және крышкасында тоже 2 айшық болады. Мына астыңғы айшықта мынандай жырығы болады, ол деген яғни мына сыртына қарап түседі. Неге қарап түседі, мынандай жеріне қарап. Екінші жағында былай қарап қарама-қарсы түседі. Достар, мінекей айшықты салып қойдық. Жаңа көтеріп кішкене салып қойдық. Бірақ айшық тұрған кезде мына айналдырмаймыз, сіз айналдырған кезде шығып кетуі мүмкін. Енді мына жерден үшінші крышканың салатын боламыз. Мына үшінші крышкада мынандай айшық болады, яғни мынандай жер сыртына қараған, өзінің орны бар, меткісі болады, мынандай белгілі. Және де жырығы тоже сыртына қарап түседі, екі жағы тоже сыртына қарап түседі мынандай. Ал енді бағыты, жаңа айтып өткендей, 3 деген мен жаққа қарап тұрады, яғни маховик оң жағында тұр. Осылай салатын боламыз. Осы бағытта мына қалғандарын салатын боламыз. Және де қазір мына 3-те саламыз, кішкене қысып, қысқаннан кейін айналдырып қарайтын боламыз. Айналдырып қараймыз. Әрбіреуін осылай салып, каждыйын қысамыз. Сонымен және де менің басқа да YouTube-та басқа видеомды көрсеңіз, осында қанша ньютон метрмен қысуға болады, сол жөнінде видео салатын боламын. Басқа да видеоны қарасаңыздар болады. Достар, егер видеоны ұнатса, лайк басып, коммент қалдырыңыздар.